Бүгін біздің студиямызда Golden Қазақстан үкіметтік емес ұйымының төрағасы Бақытбек Кенжебек және де осы ұйымның, яғни ЖК ұйымының мүшесі Асхат Абдіразақ. Студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, керемет көңіл күй. Енді алғашқы сұрақта осы Golden Қазақстан ұйымы туралы сұрай кетейін. Қашан құрылды және де негізгі мақсат не осы ұйымның? Бізде Golden Қазақстан жалпы осы қазан айында құрылды. Қызылорда қаласы бойынша ұйымға біз 10 жасты іріктеп алған болатынбыз. Ол 10 жас арнайы бір өздерінің 10 түрлі бағытпен 10 түрлі салада қызмет атқаратын жастар өзіміздің арамызда жүрген қаламызда. Оларды біз іріктеп алған себебіміз ұйымда болашақта қала жастарын біліктілік арттыру, қала жастары арасында жұмысты нығайту барысы болып табылып отыр. Сол негізде біз Golden Қазақстанды ұйымды құрғанда жөн көрдік. Ол ұйым негізінде біз бастама ретте модерн толқын деген шара өткізген болатынбыз. Официальный ашылуы негізі алдағы уақытта болады. Golden Қазақстанның қазіргі таңда 7 азамат, 3 азаматша біздің ұйымның нақты қатысушылар болып табылып отыр. Енді сөзіңіз барысында айтып жатсыз, 10 адам 10 түрлі салада қызмет етеді деп. Ашық айта кетсеңіз сол туралы. Мысалы, ұйымның төрағасы ретінде мен өзім команда құрылды, негіз құрған болатынбыз. Шыңғысхан деген бауырым бар. Ол бізде тамыз айында бастап алды. Негізінде команда бойынша сол кезде біз жас кәсіпкерде бірге оқығанбыз. 505 мың бастау бизнес бойынша. Сол кезде командаға іріктелген 10 адамның әрқайсының өзіндік атқаратын қызметтері бар. Спорт бар, мәдениет бар, медицина бар, SMM-шіктер бар, таргет саласы бойынша, бухгалтерство бойынша бізде азаматшамыз бар. Шахматтан жаңағы осы қаламызда жұмыс жасап атқан кісілер, азаматшаларды сол 10 түрлі бағыт бойынша біріктіргенде жөн көріп, командаға біз сөйтіп қабылдаған болатынбыз. Енді сол 10 адам бірге отырып, адамдар дайындай ма, шәкірт дайындай ма, сол туралы айта кетсеңіз. Қазіргі таңда біз ұйым негізінде жиі бас қосып, алдағы келер жыл бар, осы жастар жылының жабылуына байланысты бағдарламалар дайындап жатырмыз. Сол негізде жастармен тығыз қарым-қатынас, өзі елбасымыз айта кеткендей, жастар жылы негізде көптеген іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Біз жеке өзіміздің тарапымыздан сондай ерекше дүниелерді, әлеуметтік жағдайы төмен жандар бар, қаламызда болатын іс-шаралар, көптеген бағдарламаларда өзіміздің ұйымымыз арқылы 10 бағыттағы жастармен біріктіріп, содан өзімізден кейінгі жастарды сондайға насихаттау, соларды баулу, соларға еркін форматта осы көптеген дүниелерді қала жастарына таныстыру болып табылып отыр. Енді Асхат мырза, өзіңізге тікелей сұрақ қойыңыз. Golden Қазақстан ұйымының бір белді мүшелерінің бірі екенсіз. Осы ұйымда қандай қызмет атқарасыз? Ең алғаш бір кішігірім история бар. Ең алғаш біз Алматыда қайтып келе жаттым мен. Алматыдан қайтып келе жатқан кезде қайтқым келмеді да Қызылорда қаласына. Сол кезде не үшін мен қайтқым келмейді деп сұрақ қойдым да. Сөйтсем Алматыда жастар бар, ол жақта қызықты тусовкілер болды. Маған ұнады да, ол жақтың жастарын істеп жатқаны бір жаңашыл бір дүниелер ше. Балдардың бәрі өздері жиналып өздері істеп жатыр. Сол кезде ойладым, осындай дүниені неге Қызылордада істемеске, осындай нәрселер. Жаңағыдай бір жаман нәрсе емес қой, қарап отырсаңыз. Қазір жастар десе, уже үлкен бағыттар көбінесе жаман ойлап қалады да, ой, жастар қазір бүйтіп бұзылып кеткен деген сияқты. Мен ойладым, модерн толқын деп сол кезде атын қойдық. Таң сағат 5-те болды, ол кезде мен әлі жолда келаттым. Сөйтіп Қызылордаға келгеннен кейін бір-екі айдың шамасында маған Шыңғысхан деген бір жігіт звондайды. Ол кезде онша танымаймын. Осындай біз ұйым ашайын деп жатыр, осындай социальный проекттер болады арасында, әлеуметтік жобалар қорғаймыз. Осы Қазақстанның, Қызылорданың жастар арасында іс-шаралар ұйымдастырамыз деген кезде мен бірден келісе кеттім да сол кезде. Сосын айттым, кездескеннен кейін Бақытбек бар ол кезде. Үшеуміз кездестік. Менде осындай модерн толқын деген проект бар. Ішінде критериялары, маңыздылығы барлығын сол жерде түсіндіріп, модерн толқынды алғашқы бастап кеттік. Ал жеке ұйымында көбінесе мен реклама, афиша жағына жауап беремін. Ішінде болып жатқан контент дейді ғой жалпы, қызықтылығы соларға жауап беремін.
Жалпы енді одан бөлек жеке кәсіп ретінде осы SMM арқылы жұмыс жасайсыз, иә? Қазір таңда біз SMM-мен дайын алсамыз, өзіміздің бөлек GQ-дан бөлек балдар бар, үш бала болып SMM саласында жұмыс атқарамыз. Жалпы енді көзқарақты көрерменнің кейбіреулері де осы SMM не екенін түсінбеуі мүмкін, сондықтан толығырақ ашық айта кетсек. SMM дегеніміз ол social media маркетинг деп ашық айтады, яғни әлеуметтік желідегі маркетингті жүргізу. Бизнес болсын, немесе жеке тұлға болсын, соның әлеуметтік желіде дамытуға көмектесетін бір құрал. Қарапайым тілмен айтқан кезде әлеуметтік желіде жарнама жасау, әлеуметтік жарнама желіде арқылы табыс табу. Енді өздеріңізге қайта оралайық, осы жалпы жақында модерн толқын атты жастармен кездесу өткізіңіздер, сол туралы ашық айтсаңыздар. Модерн толқын деп біз бастадық. Бұл GQ ұйымының ең алғашқы ұйымдастырған бір тұсаукесер несі десек болады, тұсаукесеріміз. Ода көбінесе жастарға арналған болды. Біздің нақты контентіміз жастарға арналған болды. Біздің GQ ол жақта спикерлердің өзін біз арнайы жастарға қызықты болсын деп алдық. Өзіміз сияқты жас кәсіпкерлерді, жаңа кәсіпкер болмаса да өзінің саласында жұмыс істеп шақырдық. Солар халықтың алдына 10 минут, 20 минут өзі жайлы айтты, өзін баяндап берді. Яғни бұл жастарға мотивация жағынан көмектесті. Одан бөлек біз қонақтарды да шақырдық. Соның арқасында қазір 29-нан болатын облыс әкімінің алдында сұр үмітін қорғайды ғой. Біздің модерн толқынның спикерлерінің арасынан сол кезде де іріктеліп, қазір облыстық деңгейдегі дейін спикерлікке шақырып ұсыныстар түсіп жатыр. Енді Бақытбек мырза, өзіңізге қайта оралайық. Жалпы модерн толқында жаңа Асхат бауырымыз айта кеткенде арнайы спикерлер талданды деді. Яғни сол қандай спикерлер қатысты? Сол туралы айта кетсеңіз. Сізде модерн толқын негізінде 6 спикер қатысқан болатын. 6 бағыт бойынша өздерінің 6 саламен қалай жетті, қазіргі таңда студенттермен өздері де қатарлас болса да көзқарастары қалай бастады, алғашқы миллионды қалай тапты, сол дүниелерін бөлісті. Ол жерде біз ол кісілер келетін кезде айтылған болатын, еркін форматта деп, біріншіден бір официально бір дүниелер берілмейді, сіз бүйтесіз, үйтесіз дегендей жағдайлар болған жоқ. Еркін форматта болғаннан кейін ол кісілер 10-15 минут төңірегінде өздерінің біліктіліктерін бөлісті. Сол мақсатта ол жерде олар өздері қалай бет бұрды, студент кезден басқа салаға қалай өзін көзқарасын өзгерте алады, мақсаттарына қалай тез жете алады, соны залдағы халыққа тиімді әрі ұтымды түрде жеткізе алды. Оның себепші ретінде айта кетсем болады, ол жерде қаншама қонақтар болды. Және біз үшін бір үлкен мәртебе жастар ресурстық орталық басқармасының бастығы Жанұзақ Қуаныш Қуантханұлы өзі басынан аяғына дейін болған болатын. Сол жерде өзінің ақыл кеңесін беріп, біздің үйіміздің ашылуын ашып беріп, сол жерде бізбен бөліскен болатын. Жалпы айтатын болсам, 6 кісі де біткеннен кейін қарап тұрсам, 6 кісінің де, 6 спикердің де өзінің бір әлемі, өзінің бір дүниесі бар екенін, сақталғандығын мен байқадым. Өйткені обратный связь, байланыс болды да, залмен уже 6 спикердің байланысы, сұрақтар қойды, ойындар ойнатылды. Сол кезде бір-бірлерімен нөмірлерін алу арқылы көптеген дүниелерді бөлісіп, сіз қалай жеттіңіз, сіз сол дүниені қалай осы дәрежеге жеткіздіңіз, үлкен деңгейге қалай әкелдіңіз деген мәселелерді сол жерде бір-бірлерімен залда толық жеткізе алмағанымен еркін форматта өздері жеке кездесу арқылы сол жерде әңгімелескен болатын. Енді ең осы енді кез келген спикерді шақырмас бұрын алдын ала келіссөздер жүреді. Ең қызықты әрі ең қиыншылық болған осы шақыруға қандай спикер болды? Бізге ең қызықты болғаны негізгі ретте біз ұйым ретте ашылды, Golden Қазақстан. Біз модерн толқынды ұйымдастырған кезде өзіміздің арамызда былай ой келді. Біз өзіміз ұйымдастырғаннан кейін өзіміздің де ішімізден дарындылар бар. Соларды неге көрсетпеске деп бізде Абдыразақ Асхатты және Бибінұр Амангелді қызын екеуін қостық 6 кісінің ішіне. Сосын қалған 4-еуін қонақ ретте шақырдық. Еркін форматта сондай болады. Бізге келіңіздер, арнайы бір уақыт бұрын шақырдық. Енді ол кезде шақырғанда әрқайсысына тапсырылу бойынша Асхат Гүлбақыт ханымды шақырды. Сосын бізде Шыңғысхан деген мен бауырым бар ұйымда. Сол Айзада Асқарбек деген сән салоны бойынша қазір өздеріңіз білесіздер, еңбегі қала бойынша танымал, сол кісіні шақырды. Ол кісілер бірден келісе кетті. Бірден келісе кеткен себебі олар өздері кейін өзіміз отқанда айтып жатыр. Еркін форматта
халыққа еркін жеткізесіздер. Тәжірибесімен тәжірибесімен еркін бөлісу, жаңағыдай бір дайындап берген дүниелерді оқып бересің, болмаса микрофонды былай ұстайсың, сахнада былай тұрасың деген дүниелер сіздерде болған жоқ дейді да. Сол кісілерге айтсақ, сіздердікі еркін формат болған соң бірден келісе кеттік. Сосын қандай деңгейде өтетінін біз білмедік дейді. Олар енді біткеннен кейін айтып жатыр, ана залдың қызығушылығын артып, былай келген кезде шахматтан, мысалы Бибінұр Амангелдіқызы, жаңа сән салонынан, жаңа Айзада Асқарбекқызы, сол кісілер өздерінің арнайы, жаңа дизайннан Гүлбақыт деген кісі өздерінің скидкаларын, жаңа сыйлықтарын алып келген болады. Сол жерде халыққа ойнатты, өздеріне тегін сертификат жазып берді. Көптеген дүниелерді өздері еркін болған соң еркін жеткізе білді. Сосын халықтың қызығушылығы оянған соң ба, іс-шара біткеннен кейін бізге тағы да сондай іс-шаралардың өтілуін, сол модерн толқын аясында жалғасын табуын бізге ұсыныс ретінде көптеген әлеуметтік желіден түсіп жатыр осы кезде. Жалпы енді шара барысында Асқат білуімше біздің өзіміз жерлесіміз Азамат Тұрсынбайсың да баннерде қатысқан болады. Осы тұста айта кетсең. Қатысқан дегенде басында қызық болды. Негізі ол кісі қатысу керек тұғым, Азамат келу керек тұғым. Аяқ астынан жұмыстарымен Алматыға кетіп қалды. Содан 21-не деп біз оған келісіп, барлығы реклама бойынша да келіскенбіз. Ол кісі 19-на Алматыға ұшып кетті. Сөйтіп сондай аяқ астынан ол нәрсе болмай қалды. Жалпы енді модерн толқын жалғасын таба ма? Жалғасын табады әрине. Біз соған уже жаңадан бір толқындар, жаңа бір спикерлерді уже іздестіруді бастап кеттік. Әр шара сайын спикерлер алмасып отырады. Міндетті түрде. Енді келесі модерн толқын өзіміздің өңірімізде Қызылордада өтсе, әрі қарай жалғасын қай жерде табады? Ауыл аймақтарға шығасыздар ма? Негізінде айта кететін болсақ, кеше сол модерн толқын алғашқы іс-шарасын өткізу барысында темірді қызған кезде соқты ма, білмедім, солай түсіндім. 7 ауданның 3 ауданынан ұсыныс түсті. Сол кезде Жалағаш ауданының тренері қатысқан болатын, Арыстан ағамыз, Сырдария ауданынан, Қармақшы ауданынан тағы адамдар қатысқан болатын. Сол кезде ол кісілер айтты, осы кезде сіздер арасын суытып алмай, осы уақытта ауданға келіп, біз залды бәрін дайындайық, ауданның жастарына осындай жаңа толқынның бар екен, осындай жаңа толқынның көрсетіліп, ашылып атқанын сіздер көрсетіңіздер деген болатын. Сол себепте кеше Қуаныш Қуантханұлына, сосын Бауыржан Қайырбекұлына күні кешегісін кіріп шыққан болатынбыз. Осындай дүниелердің жастар басқармасы арқылы біз дүние қалыптастырсақ, соны 7 ауданға шықсақ, ауылдық жастарды дамытсақ, біздің негізгі Голден Қазақстанның белгілі бір себебі келер жылы волонтерлар жылы, сол негізде жастарды ояту, жастардың көзқарасын өзгерту, жақсыға балау, көптеген дүниелерді жақсы жағынан пікір қалдыру, жүрдім, бардым, ойнадым, жаттым, ұйықтадым, тұрдым деген дүниелерді жоққа шығару, мысалға, көзқарастарын, мысалға, жан-жақты қылып өзгерту, соларды дамыту, мысалға, жан-жақты болу, мысалға, соған баулу болады біздікі. Кешкісінгі Қуаныш Қуантханұлы мен Бауыржан Қайырбекұлының айтуы бойынша, ол кісілер желтоқсан айының басына қойды, бағдарламаларыңды дайындап бізге өткізіңіздер, біздер барынша қолдан келгенше сіздерге көмек береміз деп. Алдағы уақытта аудандарға жалғасын табатын болады. Сол негізде біз ұйымның документі бойынша қазір модерн толқынды өзімізге патенттеп, сол арқылы үлкен қып, аудан ауыл арасында емес, Қызылордада да әрі қарай жалғасын тауып, әр жыл сайын үлкен кең ауқымда жаңағы тендерға түсіп отыратындай қылып, сондай дүние қылып қалыптастырып, соның құжаттарын дайындап жатырмыз. Жалпы енді осы Голден Қазақстанның алдағы қойған жоспары қандай? Нені көздеп жатсыздар алдағы уақытта? Сол үлкен төңіректе, яғни республика деңгейінде көтерілу ма, әлде бәлкім өңіріміздің ауыл аймақтарда жастарымыздың білімділігінің сапалылығын көтеру ма? Білімділігінің сапалылығын көтерумен қатар тағы да қосалқы көптеген дүниелерді дамыту, мысалы жаңа әлеуметтік, жаңа социальный айтып отырық қой, көптеген бағыттарды біз ауыл жастарының санасына жететіндей деңгейде көрсету, еркін форматта қандай, мен не істеп жатыр, мен не істеуім керек, мен неге әке-шешем айтқан мамандықты оқуым керек деген дүниелерді біз ана жастар мектеп кезінен білсе екен, соны қалыптастырса екен, жүйе жақсы болса екен, сол негізде ары қарай өздерінің болашағын қазірден қолға алатын болса, алдағы уақытта олар жұмысқа тұра алады, алдағы уақытта олар өздерінің алға қойған мақсаттарын орындай алатынына мен сөз жоқ, өзім себепкер бола алатын едім. Өйткені қазіргі таңда жастарымыздың, өздеріңіз білесіздер, көбісінің ойы жаңағы көлік айдау, балдармен қыдыру, PlayStation ойнау,
сосын бақыттары еркін. Енді әр кезеңнің өзіндік ерекшеліктері бар, бірақ сол жастардың қазіргі қалыпқа жақсы діни тұрғыда, жақсы бақытта көзқарасын жеткізе білу. Олар жақсы көзқараспен қарап жүр, просто орта, бір айта кетерім, орта кейде дұрыс болмайды да бізді, ортамызда, азаматшаларымызда орта дұрыс болмаған соң көптеген дүниелер өзгере бастайды, оны көрген басқа жерде көрсетеді деген сияқты. Сол негіздерді біз жақсыға бұру, жақсыға насихаттау барысында соны біз дамытқымыз келеді. Жастар болып, аға әпкелеріміз бар жоғары жақта. Сол кісілердің жолын біз ары қарай жақсы жолмен қаламыздың Қызылорда жастарын, бақыттау, Қызылорда жастарын бірінші дамыту. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, республика төңірегіне шығуға бізге 1-2 жыл төңірегінде ерте деп ойлаймын. Өзім жалпы ойым. Қазіргі таңда ауыл, аудан, қала төңірегіндегі жастармен тікелей жұмыс жасап, басқармамен байланыс құрып, соны жақсыға баулып, жақсыға насихаттасақ деген. Жалпы енді біздің бағдарламамыздың өзінің бір ерекшелігі болады, яғни біздің таңғы көрермендерге келген қонақтар міндетті түрде тілек жолдайтын болады. Бұлай болса өздеріңіздің жалынды тілектеріңізді телекөрермендерге жолдасаңыздар. Негізі азанда ұйқыдан тұрған кезде адамның көңіл күйі қалай болады, сол күні солай өтеді дейді. Сіздер енді азанда ұйқыдан тұрғаннан кейін ең басты көңіл күйлеріңіз тамаша болсын, барлығы керемет болсын, жұмыстарыңыз міндетті түрде жоспарлы болсын. Сол кезде сіз бір күніңіз болса да бақытты сәттерге толы болады. Бақытбек, өзіңе тілек болса. Мен бүгінгі Рауан бағдарламасы бойынша үлкен алғысымды білдіремін сіздерге. Еңбектеріңіз шана берсін. Өте қуаныштымын шақырып жатқандарыңызға. Мен таңғы көрерменге айтарым, жалпы адам баласы өмірге келгеннен кейін өмірді сүре білу керек та, тұлға болып келгеннен кейін. Азанда тұрдың ба, шүкіршілігіңді айтып, сол күнгі жоспарыңды Алла тағаланы аузыңнан тастамай, мен ризамын, мен бүгінгі күнімді өзім ойлағаннан да 100 есе, 1000 есе артық орындап шығамын деген дүниелерді қалыптастырып, жұмысына өзінің қуанышымен, өзінің бауырларына деген, қоғамға деген қуанышын бөле білсе, ол әркімнің күні емес, әр сағат емес, минуты да көңілді өтуге мен дұрыс деп ойлар едім. Рахмет, бүгінгі студиямызға келіп, керемет сұхбат құрғандарыңызға көп алғыс айтамыз. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға табыс, дендеріңізге саулық тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамызды ары қарай керемет бейнебаяннан кейін жалғастыратын боламыз.